Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне білім беру, тәлімгерлік және балалардың қауіпсіздігі мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы Қазақстан Республикасының заңы қабылданды. Оның аясында Қазақстан Республикасы білім туралы заңына желілік мектептердің қызметі туралы норма енгізілді. Бүгінде елімізде Назарбаев зияткерлік мектептері, білім инновация лицейлері мектептерінің желісі жұмыс істейді. Бұл мектептер әрине барлық тілек білдірушілерді оқыта алмайды. Аманат партиясының сайлауалды бағдарламасының іс-шараларын іске асыру шеңберінде 2023-2027 жылдары барлық өңірлерде Абай атындағы мектептер, Жәутіков, Сәтбаев атындағы дарынды балаларға арналған мамандандырылған IT мектептер желісін ашу жоспарлануда. Бұл мектептер әсіресе ауылдық жерлердегі балаларға білім алуға мүмкіндік беретін болады. Гуманитарлық білім беруді дамыту мақсатында қазақ әдебиеті, журналистика, ақындық өнер, толық адам идеясын іске асыру, Абай атындағы мектептер желісін құру жоспарлануда. Бүгінгі таңда Абай атындағы мектептер 12 өңірде жұмыс істейді. 2027 жылға дейін қалған 8 өңірде ашу жоспарланған. Абай мектептері желісі үшін базалық мектеп ретінде Абай атындағы қазақ тілі мен әдебиетін тереңдетіп оқытатын республикалық мамандандырылған мектеп-интернат болып белгіленді. Цифрлық Қазақстан мемлекеттік бағдарламасын іске асыру шеңберінде 2018 жылдан бастап республикада IT мектептер ашыла бастады. IT мектептердің ерекшелігі IT технологиялар саласындағы мамандандыру, ерте профильдеу, робототехника мен бағдарламауды, 3D модельдеуді және тағы да басқаларды тереңдетіп оқыту. Осылайша еліміздегі IT мектептердің негізінде республикалық желіге кіретін Жәутіков мектептерінің желісі құрылатын болады. Сондай-ақ инженерлік техникалық бағыттағы Сәтбаев мектептері желісін құру жоспарлануда. Бұл жерде физика, математика, информатика, химия және географияны тереңдетіп оқыту көзделген. Желілік мектептердің ерекшелігі бір желіге кіретін барлық мектептер бір бағытта, бір бағдарламалармен оқу жоспарлары бойынша жұмыс істейтін болады. Әр желіде бір мектеп базалық болады, яғни желідегі қалған мектептердің қызметін үйлестіреді. Осылайша еліміз бойынша жоғары білім сапасын қамтамасыз ететін мамандандырылған мектептердің желісі қалыптасады. Оған оқуға ауылдардың кез келген баласының қол жетімділігі артады. Сайып келгенде ауыл мен қаладағы білім сапасындағы алшақтық жойылады.